Гүлдің көңіл-күйі қалай екен? Как всегда, күшті. Сіз қалай ойлайсыз, махаббатта пауза деген нәрсе дұрыс па? Дұрыс деп ойлаймын негізі, арасында пауза болған адамның. Арасында пауза болып тұру керек та, әділетке барып тұратын. Адамды жалығып кетеді ғой. Жалыққанда не үшін жалығады? Ұрыс болса жалығады деп ойлаймын. Ұрыс ішінен бәрі нормально болса нормально. Ал отбасылық өмірде сіз уже үйлендіңіз, сол кезде қалай болады? Елдар, сіз қалай ойлайсыз? Махаббатта, жалпы ара қатынаста пауза алған дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Неге десеңіз, екі жақта может суып кетуі мүмкін да. Ара қатынаста пауза алмаймын. Алмайсыз. Айтамын, пауза алмаймын. Ондайға келіспеймін. Бірақ сізге айтқан ба? Иә, айтқан. Оған ондай ситуация. Рекрес. Сосын ажырасып Дұрыс деп ойламаймын. Просто дұрыс емес сияқты пауза деймін. ол кезде де мысалы болады ғой, сондай жаңағы жүріп жатқан кездегідей ситуация ол кезде де болады ғой. Ол кезде де болады, но бірақ ұзаққа созылмау керек деп ойлаймын. Қысқа ғана пауза болу керек. Мәссаған. Бүйтіп па теріс қарап жатты ба? 30 секунд, 30. Негізі әйел бір күн, бір түн ренжіп жатуға болмайды жігітке. Көңіл қала бастады. Сол үшін жігіт бір түн ренжітпеу керек. Хотя бы ренжіп ұйықтамау керек просто. Бүгін неге шығуға сөйлемей отыр десем, Залқардың шыққан күтіп отыр екен. Жоқ, Залқардың шыққан күтіп отырғаным емес, просто өзім 2-3 күн болмадым, эфирдің вайбынан шығып кеттім да, енді қалай кірерімді, қай жерде қалай сөйлейтінімді ойланып отырмын да. Алдыдайын ауыз киді. Алдынан кейін ауыз киді дегенде, иә, дәл солай болды, сол себепті де. Енді әр басқан қадамды аңдап басамын. Енді өзім жалғызбын осы эфирда. Диораның көңіл-күйі қалай екен? Жақсы болды. Елдар, мына орынды өзі таңдады ма әлде? Қалай? Осылай болып қалды. Мен таңдадым, мен айттым осы, отырамын. Отырамын дедіңіз. Кеше бір кісі сізге ескерту айтқан сияқты еді. Кім маған ескертті? Ұмытып қалдыңыз ба? Енді Осы туралы ештеңе айтпай. Сол себепті де әрине. Өзім жалғызбын деп жүрсің, жалпы құрбы туралы айтып жатсың ба? Иә, Негізі бұл басында жобаға енді. құрбы іздеп келмеген сияқты. Әрине, жоқ, әңгіме одай емес қой, енді өзімді кішкене жанымда адамдар жүргеннен кейін қазір кішкене жалғыз сезініп жүрмін. Но қайтадан үйреніп кетемін, өйткені басында да жалғыз өзім бірінші келдім ғой. Сол кезде де сөйлеп отырдым. Просто қазір кішкене 2-3 күн пауза алып қалғаннан кейін қайтадан вайбқа кіре алмай жатырмын, бір ауыз сөзбен айтқанда.